Давай. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен бүгін бір ерекше тақырып қозғайын деп отырмын. Американың бір керемет ғалымы, ученый адам ғой. Соның бір зерттеуін сіздердің орталарыңызға салсам деп ойлаймын. Сол сіздердің де жан дүниелеріңізді қозғайды деп, тербейді деп ойлаймын. Осым бір американский ғалым, мына Южный Америкада өте табиғаты әсем, сондай сұлу, керемет жер ғой енді. Сол жерде келатып, жаңағы бір керемет көбелекке көз түседі. Сондай әдемі, қанатын жайған, сондай сұлу да, сондай бір мекенде ғажап бір өмір сүріп жатқан көбелекке көз түседі. И сол көбелекті зерттеуге өзін бел буады. Содан ол жаңағы зерттейді. Көбелектің жаңағы өзінің ұя салғанын, жаңағы әдемі, жаңағы өсімдіктерге, әдемі ғой өсімдіктердің бәрі. Теңіз дегендей, жаңағыдай гүл, тал дегендей жасыл аймақ қой. Тап-таза ауа, сондай жерде жаңағы көбелек мекенін жасайды ғой. Соны көбелекті зерттейді. Сол өзінің ұясы, жаңағы көбелектің салғанын, бәрін жаңағы не қылғанын көреді, сол жерде көбелек балалайды. Балалайды да ұшып кетеді өзі. Енді жаңағы ішінде көбелек, жаңағы ұядағы көбелектің жаңағы жұмыртқалаған несі, жаңағы тұқымы, жаңағы тырбыңдап, жаңағы сыртқа шығу керек қой. Шығамайды, ішінде құлап қала береді. Жаңағы енді ғалым зерттеп енді қой, енді бұл енді сыртқа шығу керек деп талаптанып жатыр ғой, тырысып жатыр деп, жаңағыны көбелекті сыртқа қол ұшын беріп шығарып жібереді. Түседі. Соны қарайды, арғарта қарайды. Сөйтіп қарап отырып, жаңағы анау жұмыртқалаған көбелектің несі түсіп қалған, ол өліп қалады да. Ешқандай, содан бұл қалай, неғып мен көмектестім ғой деп. Енді арғата зерттеуді тағы да не қылады, бел буады. Арғата зерттейді, тағы да жаңағы, енді ол сонша жылдық бір уақыт шығар енді өзінің. Содан жұмыртқалайды тағы да, жаңағы ұяның ішінде. Жаңағы сыртқа қарата енді құрт болып шығады ғой о баста бірінші. Жаңағы өрмелейді, шығамайды. Содан кейін енді қарайды, енді аяғына дейін көмектеспейді, күтеді. Қарайды, шығады, қарайды, әйтеуір бір әрбелеңдеп жатып, әйтеуір шығып сыртқа түседі. Түсіп, сөйтіп, сол арада жаңағы енді уақыт өтеді, не қылады, жаңағы қанатын жайып, әсем жаңағы көбелекке айналады. Енді мен бұның айтып жатқан себебім, мынау өмір деген бізде, өмір деген күрестен тұрады. Егерде біз ешқандай болған оқиғамызды, мынау қасіретімізді, тарихымызды еске алмай, осындай ешқандай қозғалмай отырсақ, ешқандай өзіміздің үндеуімізді ортаға тастай алмасақ, ол қандай ол? Біз адамбыз ғой, біз адамбыз. Құдай өзі бізді, Құдайдың өзі, жаратқан Құдайдың өзі бізді сонда қалай ол кешірмейді ғой. Құдайдың өзі бізді жаратқан. Егерде біз өзіміздің сондай ойымызды айта алмасақ, мынау өмірде өзіміздің болған шындықты мынау ешқандай қозғай алмасақ, біз бұл енді мен енді аға сіздің жаңағы не қылып жатқаныңызды мені ойымды кішкене бөлмеңіз, мен айтайын арғата. Ол әрине ол осы мына өмірге егер күреспесек, осы өмір бізге лайықты деп өзімізді санасақ, бұлай енді құлдар ғана, құлдың ғана санасы. Құл ғана осындай өмірге келіседі. Құл болуға мынау өзінің болашағын ойламайтын, ұрпағының, немере шөберелерінің арғата жалғасып осы ата бабамыздан көрген қасіретті оларға тастап кетуге, сондай бір тозаққа, мынау ешқандай мынандай жақсы өмірге емес, тозаққа тастап кеткендей болады да. Ал енді мен айтайын халыққа, қазақ халқына, қорықпау керек. Маған қойсаңыз сұрақты, қорқасың ба десең, мен қорықпаймын. Қорықтың ба, сол жерде өлдің болды. Егерде өзімді жоқ, мен егерде өзімді аға, мен келіспеймін. Егерде өзімді ағытсам, тұрған жерімде ағытсам, мынау Құдайдың маған берген, жүрмеген жолмен жүргізгені, жығылтып құлап тұрғызғаны, ауыр өмірмен рахат өмір сүргізгені, бәрі өзіммен бірге өледі ғой. Кімнен жасырамыз? Мынау осындай кең байтақ жерде, ата бабамыз қалдырған жерде біздің халық бақытты өмір сүруге, бай өмір сүруге, қуатты болуға, ақылды болуға,
білімді болуға әбден лайықты. Сол үшін мен сіздерді шақырамын. Оны кейін қозғаймын. Мына тақырыптан ауысып тұрайық.